Шымкент пен Түркістан облысындағы ұсақ жанармай бекетінің қожайындары сататын сұйық отын таппай отыр. Өңірдегі 500-ге тарта бекетке бензин мен дизель отын Петросан компаниясы жеткізуі тиіс. Алайда олар қажеттіліктің тек 10-15% ғана қамтып, қалған жанармайды нарықтағы тек 5-6 алпауыт компанияларға үлестіреді дейді кәсіпкерлер. Петросан басшылығының бұған өз уәждері бар, тараптарды Бек Абиев тыңдап көрді. Шымкент пен Түркістан облысында жанармай құятын 500-ге жуық ұсақ бекет бар. Оларға дизель мен бензин жеткізуде елдегі жалғыз оператор Петросан компаниясы мойнына алған. Бірақ жалғыз монополист бізге сұйық отынды там-тұмдап береді дейді кәсіпкерлер. Кәсіпкерлерді, майда шүйде кәсіпкерлердің бәрін бір шетке қарай итеріп қояды, үлкен алпауыт фирмаларға ғана береміз дейді. Ал ол үлкен алпауыт фирмалар тек қана да үлкен қалаларда бар, үлкен трассаларда ғана бар. Ал кішкентай ғана ауыл аралықтарында оларға не выгодно ол жерге салу үшін. Олар салмайды. Ал олар біз сияқты кішкентай кәсіпкерлер салады ол жерде, ал оларға объемды бермейді. Өйткені олардың объемы қызық емес оларға. Кәсіпкерлер Петросан бермеген бензин мен дизельді ортада жүрген көтерме компаниялар арқылы алып келген екен. Бірақ мемлекет былтыр делдал компаниялардың мұнай өнімдерін тасуына тыйым салған. Содан бері монополист компанияға ғана қарап қалдық деп отыр. Кәсіпкерлер көктем мен күзде дизель тапшылығы мен қымбатшылық осылай қолдан жасалып отыр деген пікірде. Біріншіден барлық осы кәсіпте айналысып жүрген Түркістан облысындағы кәсіпкерлер өзінің жұмысын тоқтатады. Қанша адам жұмыссыз қалады. Және екінші менің ойлайтын, егер тек үлкен сет заправкілер қалатын болса, олар жаңағы өздерінің жаңағы үстіне қоятын маржасын көбейтеді деп ойлаймын. Ал ол айналып келгенде халықтың қалтасын қағады. Біреулерге беріп те жатқан жоқ. Мысалға маған дизель отынында 92-де берген жоқ. 2 ай болды ала алмай отырғаныма. Петросан компаниясы болса расында жанар-жағармай үлестіруде басымдықты ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерге, әлеуметтік маңызы бар мекемелерге береміз дейді. Содан артылса ғана ұсақ компанияларға сататынын айтады. Петросан компаниясында жанар-жағармай өнімдерінің бағасы төмен. Сондықтан бізге сатып алу туралы талаптар өте көп түседі. Біздің Қазақстан Республикасындағы 3 зауыттың бізге беретін дизель отынынан 2 есе көп бізге тапсырыстар түседі. Бірақ біз оның бәрін толық қамтамасыз ете алмаймыз. Бірақ Петросанды тексерген бәсекелестікті қорғау және дамыту департаментіндегілер компанияның заңсыз әрекеттерін әшкереледі дейді. Тіпті былтыр монополист екенін пайдаланған жайттері бойынша ірі көлемде айыппұл да салған екен. Тексерудің қорытындысына сай, былтыр Петросан компаниясы мұнай өнімдерінің бағасын негізсіз жоғарғы сатқаны белгілі болып, 2,2 миллиард теңге мемлекет есебіне қайтарылды. Сондай-ақ өзінің жағдайын пайдаланып, нарықтың субъектілеріне себепсіз мұнай өнімдерін бермегені белгілі болған соң, 600 миллион теңге көлемінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Департамент Петросанға қатысты шағымдардың қарша борап жатқанын растайды, бірақ айыппұлдан арыға бара алмаймыз дейді. Ал тұтас нарықты монополияға айналдырып білген істейді деген кәсіпкерлер компанияның өкілеттілігін қайта қарастыруда сұрап отыр. Бек Абиев, Салтанат Шырынған, Евгений Сергенко, КТК, Шымкент.